Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге жеке тұлғаның мүлкі бар жоғы туралы анықтама алуды көрсетемін. Ол үшін әдеттегідей бірінші бетте жылжымайтын мүлік деген таңдаймыз. Қызметтер бөлімінде жеке тұлғаның мүлкінің бар немесе жоқ туралы анықтама алу деген бөлімді таңдаймыз. Онлайн сұрау батырмасын басамыз. Анықтама кімнің атына керек, сол кісінің ЭЦПСымен кіреміз. Бұл жерде өзіңізге немесе балаңызға деп сұрайды. Өзіңізге керек болса өзіңіз таңдайсыз, және облыс дейді. Қазақстан бойынша алу керек па, или сол бір аумақ бойынша, облыс бойынша алу керек па, соны таңдайсыз. Мен мысалы бұл жерде Қызылорда облысы бойынша алдым. Және әдеттегідей қол қойып, эрсамен қол қойып жібереміз. Анықтама бір 10 минуттың ішінде немесе лезде шығуы мүмкін. Шыққан анықтаманы керек адамның WhatsApp-ына жібере аласыз. Және оны кез келген сурет шығаратын, фото шығаратын жерден шығарып алса болады. ЭЦХ кілтін таңдап, кімнің атын алып жатсыз, соның эрсамен қол қойып жібересіз. Уже анықтамамыз дайын. Оны компьютерге сақтап алып, керек жерге жібере аласыз.